Саламатсыздар ма? Баршаңызға қайырлы күн болсын. Бүгін сіздерге бизнес бастау курсына қалай оқуға тіркелуге болады, толыққанды түсіндіретін боламын. Бірге көрейік. Кіру батырмасын басамыз. Бірінші бизнес skills еңбек KZ деген сайт бар. Сол жерден білім алушы дегенді таңдап, біз тіркелетін боламыз. Бұл жерде тіркеліңіз деп тұр. Тіркеліңіз деген батырманы басамыз. Өзіміздің электрондық почтамызды жазамыз. Енді құпия сөз жазатын боламыз. Құпия сөзді қайталаңыз. Мен қолданушылардың келісім шартымен келісемін дегенге галочка ұрамыз. Тіркелгі жасау деген батырманы басамыз. Почтаны тексереміз енді. Почтаны тексеру деген батырманы басып, почтаға өтеміз. Осы почтаға ссылка келеді. Осы ссылка бойынша біз тіркелімді жалғастыратын боламыз. Мінекей. Осы жердегі ссылкамен өтеміз. Почтамызға келіп тұр. Еңбек порталының. Осында біз өзіміздің JSON-ымызды енгіземіз. JSON-ды енгіземіз. Сақтау батырмасын басамыз. Күтеміз кішкене. Мінекей, осы жерде жеке ақпарат деген шығып тұрады. Мына жерде сіз аты жөніңізді толыққанды жазатын боласыз. Мінекей. Аймақты таңдаймыз. Қай жерде тұрасыз, толыққанды өзіңіздің аймағыңызды таңдайсыз. Енді келесі кезекте біз профиль бөлімге өтеміз. Бұл жерден каталогтарды таңдаймыз. Бизнес бастау деген каталогты таңдап аламыз өзімізге. Мінекей, курсты тегін өту. Тексерістен өту басырмасын басамыз. Сертификатты таңдау. Бұл жерге телефон номерімізді енгіземіз. Қол қойып жіберетін боламыз. Мінекей, ЭЦП кілтімізбен біз қол қойып тіркелдік. Енді біз мәртебені тексеру батырмасына өтіп, біз тексерістен өтетін боламыз. Дербес деректерді жинауға өз келісімімізді береміз. Одан соң тексеру батырмасын басамыз. Бұл жерде жоғарыдағы аталғандардың ешқайсысына кірмейміз. Біз заңды тұлғаның құрылтайшысы, отбасылық кәсіпорында ақы төленбейтін қызметкер, конкурс деңгейінен аз өндірістік кооператив мүшесі, қысқартылатын қызметкер, жоғарыда аталғандардың жұмыспен қамту санаттарына жатпаймын. ЭЦП кілтімізбен тағы да біз РСА батырмасымен өзіміз қол қоятын боламыз. Мінекей.
Біз тексерістен өтіп жатырмыз. Бұл жерде кезек номері 5 дейді. Так, біз тексерістен өтпей қалдық, себебі жұмыспен қамту санатының шартына сай келмей тұрмыз. Жұмыссыз немесе кәсіпкер болуымыз керек, СБ төлеуші болуымыз керек екен, қысқартылатын қызметкер болуымыз керек екен. Осылардың ешқандай бір санатына кірмегендіктен біз бұл санаттың сіз бизнес бастау кәсіпкерлік негіздеріне оқыту шарттарына сай келмедіңіз деп тұр. Себебі жұмыспен қамту санаттары табылмады бұл жерде. Осылай сіздер тексерістен өтіп заявка тастайсыздар.